жануарлармен болған ерекше оқиғаларды көрсетпекшіміз. Сол үшін каналға лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бірінші видеомызда көргендеріңіздей биікте тұрған тоқ сымға ілінген ешкіні көрсеңіздер болады. Бұны көрген адамдар бірден жануарларды құтқаратын құтқарушыларға звондап ешкіні түсіріп алады. Келесі видеода көргендеріңіздей аққулар бірге жүзіп жүрген. Жақындап қараса екі аққудың мойны бір-біріне оратылып байланып қалған. Бір жігіт бұны көріп қалып аққуды ұстап мойындарын бір-бірінен ажыратып шешкен. Келесі видеомызда көргендеріңіздей түлкі баласының басына шыны ыдыс киіліп қалады. Ол өзін құтқара алмай адамдардан көмек сұрай бастайды. Сәтін салып адамдар көмектесіп, оның басындағы шыны ыдысты алып тастайды. Түлкі баласы рахмет айтқандай болып, адамдарға қайта-қайта қарап, орманға қарай кетіп қалады. Ал бұл жерде түлкі қатты суықтың кесірінен жемтігін таба алмай, балықшылардан кішкене балықтарды сұрайды. Ал балықшылар түлкіге балықтың барлығын берген болатын. Қу түлкілер негізінен адамдарға жолай қоймайтын болатын. Ал бұл түлкіні қарны аштығынан адамдарға жолауға мәжбүр болады. Келесі жағдай Словакия мемлекетінде орын алған. Үйректің балапандары кәріз құдығының ішіне түсіп кетіп, оны полицейлер құтқарып алады. Кейде акула сияқты жыртқыштардың өз адамдардан көмек сұрауға мәжбүр болады. Бұл акулаға балықшылардың торы денесіне ілініп қалады. Ол өзі тордан шыға алмай, адамдардан көмек сұрауға келгендей. Германиялық бір тұрғын орманда жүріп аш қашқырды байқап қалады. Ол адам қолындағы барлығын қасқырға береді. Бұл қасқыр не болса да басқа қасқырлар үйірінен қуып жүрген, немесе ол үйірінен айырылып қалған. Достар, видеомыз ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк баса кетейік. Сіздермен болған Қазақ Тобы арнасы.